Инстаграмы бар сварщик айына 1,5 миллион теңге табыс табады. Инстаграмы жоқ сварщик 500 мың теңге табыс табады бір навестен. Енді неге айырмашылығы қандай? Инстаграм жүргізіп, объект алдыңыз, қай жерден бастадыңыз, қандай материал жұмсадыңыз, элементарный қандай краска грунтовкамен қолданып жатсың, металл тазаладың ба, соның барлығын айтып түсіндіріп жеткілікті көрсетсең, любой адам түсінеді да, что мұнда действительно білет, өзінің маманы екенін білетін адамдар көреді ананы. Содан кейін заказы келеді. Ол әрине сразу мен сіздерге анандай мифті айтқым келмейді. Ойбай бүйтіп кетсеңіз сразу дамып кетесің деген жоқ. Әрине оған да сабырлық керек, төзімділік керек, ай сайын, апта сайын да контенттер керек да, көрсетіп отыру керексіз жұмысыңызды. Вообще негізі Инстаграм, әлеуметтік желі, TikTok саласы негізі әрбір маман иесіне дамытуын сұраймын. Ол жаңағы сварщик бола ма, электрик бола ма, сантехник, плотник бола ма, без разницы, даже теплый пол устанавливать етіп жүрсеңіз де, өз салаңызды дамытып, әлеуметтік жерге көрсетіп отырыңыз. Және де өзіңізді көрсетіп отырыңыз. Сондықтан осылай бір әлеуметтік желіні дамытқысы келетін бауырлар, ол қандай маман иесі болсын, бисмилля хабарласыңыздар, үйретеміз, көрсетеміз, бірге дамисыздар иншалла.